Баршаңызға сәлем. Бүгін предложный падеждің көпше түрімен танысатын боламыз. Барлығымыз жекеше және көпше түрдің қалай болатынын біз білеміз. Мысалы, кот бұл бір мысық, ал коты бұл көп мысық. Сол сияқты студент студенты, город города, дом дома, глаз глаза, паспорт паспорта, лес леса, адрес адреса. Предложный падежде көпше түрге, яғни множественное числоға ауыстыру үшін соңына ах және ях сөзін қосамыз. Мысалы, дети болса детях, а детях, братья сөзіне а братьях, яғни ах және ях сөздерін қосамыз. Енді қай кезде ах, қай кезде яхты қосамын деп ойлап отырсаңыз, мына кестеге қараңыз. Егер сөзіміздің соңы ыймен аяқталатын болса, оған ах қосылады. Мысалы, коты сөзінде соңысы ыймен аяқталып тұр, оған катах деп қосылады. А катах. Университеты, об университетах. Студенты, а студентах. Сонымен бірге, егер сөзіміз а мен аяқталса, оған да ах қосылады. Мысалы, дама сөзіне қарасақ, оған а дамах болып өзгеріп тұр. Және и әріпімен г, к, х, ч, ж, ш, ш әріптері бірге келсе, онда оған да ах қосылады. Мысалы, врачи, а врачах. Болды. Енді қай кезде ях қосылады? Яғни сөздің соңы ямен аяқталатын болса, мысалы, друзья, а друзьях болып өзгереді. Және соңғы ережеміз бұл ях қосылады қай кезде? Егер тек идің өзі ғана келетін болса, жаңағы к, х дегендер ол келмейді. Просто идің өзі келеді. Мысалы, дети, о детях, лошади, о лошадях деген сияқты.